Так, давай эффект қосамыз. Түрлер дегенің таңертең боянбаған сасы. Да ничего. Салем. Қайырлы таң, бізге күн сәулесі түсіп жатыр. Бұл бір жақсылықтың белгісі ғой, Иә, жақсылықтың белгісі. Күн шуағын өзіне бізге шашып жатыр. Значит, бізде сіздерге күн шуағын шашамыз десейші. Иә, күн шуағын шашамыз. Сәлем, қалайсыңдар? Шымбане, есім Юлдыз ба? Иә. Юлдыз білесіздер ма осы айда? Сен қандай статус аштың? Платиновый статус ашты. Юлдыздың айлығы 500 мың болды. Представляете? Прикиньте, да? Юлдыз, қандай сезімдесің? 500 мың теңге алған деген қалай екен? Знаете, вообще айлық алған бұл мынандай бір сөзбен кайф. Жоқ, айлық алған, үйде отырып айлық алған бұл full кайф. Ешқандай мынандай қатты расход болмайсыздар, бір жерге барып жұмыс жасамайсыздар. Үйде отырып айлық аласыздар. Мен 2 кішкентай балам, мен жұмыс жасаймын. Қыздар. Вот, көрдіңіздер ма онлайн бизнестің кереметтілігі. Қымбатты достар, біз қазір Нұрсұлтан қаласында, Астана қаласында аэропортта отырмыз. Қазір біз Москваға ұшқалы жатырмыз, Юлдыз екеуміз. Неге десеңіздер, бізде 6 жылдық ассамблея, BSI компаниясының ассамблеясы. Біз қызыл кілеммен өтеміз, иә, Юлдыз? Иә, біз қызыл кілеммен. Менің бетіме қарамаңыздар, боялмаған деп па. Біз әлі әдемі боламыз, так что бізді күтіңіздер. Сол, мінекей мынандай адамдар отыр. Ұйықтап отыр ғой, бәрі екеуміз мәз болып отырсақ, елдің бәрі ұйықтап отыр ғой. Біздің көңіл күйіміз керемет, сондықтан да даже сағат таңғы 7-де осындай көтеріңкі көңіл күймен сіздермен бөліспекші болдық. Міне қазір біз ұшамыз Алла қаласа. Мәскеу. Мына жердегілердің бәрі кетіп қапты. Иә, бірінші рейс А3 кетті, енді А4 қазір біздікі басталады. Ал жақсы. Келесі эфирлерге дейін. Иә, команда Мақпал Әсем сіздерді біз күтеміз 7-сінде. Мақпал Әсемдер 7-сінде келеді ғой? Иә. Так, ұлбосын бар. 6-сы келеді олар, иә? Так, сосын біз Кипрге кетеміз. Компанияның атынан Кипрға ұшамыз. Ол жерде тағы да 10 күн демаламыз. Көрдіңіздер ма, қандай керемет мүмкіндіктер беріп жатыр компаниямыз біздің. Сол себепті серьезно осы онлайн бизнесті қарастыруға сіздерге кеңес беремін. Прям серьезно. Өйткені үйде отырып ақша табу деген ол әр адамның арманы шығар деп ойлаймын. Иә? Үйде отырып ақша табу деген рахат қой. Рахат. Біз жұмыс рахат негізі. Иә, сізде қолдарыңызда телефон бар. Иә, қазір мысалы жұмыс істеп отырмыз. Біз любой жерден жұмыс істей береміз. Главное интернет болса болды. Доступ к интернету болса болды. Қыздар барлық кез келген әлемнің кез келген жерінде 24 сағат сіздер жұмыс жасай аласыздар. Біз шынымен күнге отырып алғанбыз, иә, бізге күн шуағы шашып жатыр ғой. Москваға, бұл Қазақстанның күні ғой. Мен қазір барып Москваға барамыз, Россияның күнін көреміз сол жерде. Негізі Астанада, Москвада жылы дейді ғой күн. 22 градус еді ма? Иә, 22. Мен куртка, мынандай кофта киіп алғам ғой, жып-жылы. Енді соны груз қылып таситын болдым. Дұрыс, кішкене салқын болады ғой. Жылы болып жүрген дұрыс. Жақсы, қазір бізде посадка болады. Келесі эфирге дейін сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.